Ядролық радиация деген не? Егер сен жолдың бойымен келе жатсаң және осы темір ыдысты үйіңнің сыртынан көрсең, не ойлайтын едің? Радиация дегеніміз бізді өте жайсыз сездіретін зат. Бірақ біз радиация дегенде нені меңзейміз? Радиация атомның ядро атты бөлігінен келеді. Атом нейтрондар мен протондардан тұрады. Ол атомның центрі болып табылады. Әдетте ол тұрақты болады. Егер ол радиацияны тудырса, біз оны тұрақсыз деп атаймыз. Тұрақсыз атом өзінің бөлшектерін береді. Егер атом радиацияны берсе, біз оны радиоактив дейміз, және ол радиацияны энергия түрінде де, бөлшек түрінде де береді. Атомның бұл түрін радиоактив дедік, және кәдімгі атомдар радиоизотоптар деп аталады. Көптеген атомдар радиоизотоптар емес, себебі олар толығымен тұрақты болып келеді.